Сен шаршап оянасың, телефоныңды ашасың, инстаграмға немесе тиктокқа кіресің. Онда өсіп жатқан, өзгеріп жатқан, мықты жанға айналып жатқан адамдарды көріп отырып, өз өміріңнің сол баяғы әлсіз секілде тұрғанын сезесің. Сол әдеттер, сол сылтаулар, сол өзіңнің баяғы нұсқаң. Ішіңнен сен қауіпті бір нәрсені білесің. Сен одан да үлкен нәрсе үшін жаратылғансың. Бірақ күн сайын сол сезімді елемеген кезде сенің әлсіз нұсқан қайтадан бақылауды қолға алады. Енді әрбір жетістікке жеткен адам туралы ойла. Басында олар ешкім емес еді. Ең әлсіз. Оларды мазақ етті. Олар сынған, қорыққан еді. Әрбір қателік өлім үкімі сияқты сезілді. Оларды ешкім құрметтеген жоқ. Ешкім сенбеді. Бірақ оларды мықты еткен нәрсе талант емес еді. Бұл сәттілік емес, тағдыр да емес. Ол әуестік еді. Басқалардың бәрі жайлылықты қалағанда, олар өсуді қалады. Міне, қарапайым адамдар мен тоқтата алмайтын адамдардың айырмашылығы осы. Қарапайым адамдар мотивация қалайды. Әуестенген адамдар трансформацияны қалайды. Ал шындық қатал. Өсу сенің тәуелділігіңе айналмайынша, сен өміріңді ешқашан өзгертпейсің. Өйткені жай қызығушылық әлсіз, мотивация жоғалады. Бірақ әуестік ауыртпалықтан да аман қалады. Әуестік жалғудан да аман қалады. Әуестік эмоциялар өлген кезде де қозғалуды жалғастырады. Сондықтан кейбір адамдар тез дамиды, ал басқалар жылдар бойы сол қалпында қалады. Бір адам тек қалаған кезде ғана жаттығады. Басқасы бүгін әлсіз екенін түсініп жаттығады. Бір адам қысым келгенде ғана оқиды. Басқасы күшті болу оның болмысының бір бөлігіне айналғандықтан оқиды. Бір адам армандайды, басқасы қауіпке айналады. Қазір адамдардың көбі жайлылықтың тұзағында. Олар оянып бірден дофаминнің артынан жүгіреді. Инстаграм, ойындар, шағымдар. Басқалардың өздері жасырын қалайтын өмірді сүріп жатқанын көреді. Және олар жетістік, тәртіп, күш, құрмет қалаймыз дейді. Бірақ олардың әрекеттері жайлылыққа табынады. Ал жайлылық оларды баяу өлтіріп жатыр. Жайлылық аштықты жояды. Жайлылық амбицияны жояды. Жайлылық жауынгерді көрерменге айналдырады. Сондықтан мықтылар дамуын жалғастырады. Ал қалғандары бәрі сол күйі қалады. Әрбір шайқас оларды өзгертеді. Әрбір күрес оларды өткірлейді. Әрбір өлімге жақын тәжірибе олардың деңгейін көтеруге мәжбүрлейді. Ал көпшілік адамдар күрестен толықтай қашады. Олар ауыртпалықтан қашады. Бірақ эволюция өмір сүретін жер. Ауыртпалық. Егер сен өзіңді қорғап жүрсең, сен күшеймейсің. Сенің ескі нұсқаң азап шегуі керек. Жалқау, алаңдайтын нұсқаң, эмоцияға берілетін нұсқаң, мақұлдауға тәуелді нұсқаң, мінсіз сәтті күтіп жүрген нұсқаң. Сол нұсқа өлу керек, өйткені өсуге дейінгі әуестік құрбандықты талап етеді. Сен жайлылықты құрбан етесің, сен сылтауларды құрбан етесің, сен жалған достарды құрбан етесің, сен әлсіз әдеттерді құрбан етесің. Және баяу сен танымайтын адамға айналасың. Міне, осы ойлау жүйесі сені соншалықты күшті ететін нәрсе. Алғашында өсу ауыр сезіледі, кейін ол қанағат сыйлай бастайды, кейін ол тәуелділікке айналады. Ақырында қарапайым болып қалу ол жиіркенішті сезіле бастайды. Сен дамуды қалай бастайсың, ауыр еңбекті қалайсың, тәртіпті қалайсың, тыныштықты қалайсың, сен күн сайын күштірек болуды қалайсың. Сол кезде сенің өмірің өзгереді. Көп адамдар әуестікті денсаулыққа зиян деп ойлайды, бірақ олардың өздері де әлдеқашан әуестенген, көңіл көтеруге әуестенген, жалқаулыққа әуестенген, алаңдататын нәрселерге әуестенген. Егер бәрібір әуестенетін болсаң, онда күшті болуға әуестен, тәртіпті болуға әуестен, тұрақты болуға әуестен, өз санаңды меңгеруге әуестен, қаржылық деңгейіңді көтеруге әуестен, құрметке ие болуға әуестен. Өйткені әлем дамитын адамдарды марапаттайды. Ешкім сенің жасырын потенциалыңа мән бермейді. Оларды нәтижелер қызықтырады, ал нәтижелер қайталаудан келеді. Сондықтан мықты адамдар ешкім болмаса да еңбек етуді жалғастырады. Ең күшті трансформациялар тыныштықта болады. Қол шапалақсыз, мақұлдаусыз, назарсыз, тек сен және сенің әлсіз нұсқаң. Сол шайқас бәрін шешеді. Және шынын айтқанда, адамдардың көбі дәл осы жерде жеңіледі. Қолынан келмегендіктен емес, тым ерте тоқтағандықтан. Олар 3 күн жаттығып тастап кетеді. Бір апта оқып фокусын жоғалтады. Олар жалғастыра бастайды, бірақ бұл жайсыз бола бастағандықтан қайтадан ескі болмысына оралады. Әуестік мұны өзгертеді. Өсу сенің тәуелділігіңе айналғанда тоқтау мүмкін емес сияқты сезіледі. Сен әлсіздікпен келіссөз жүргізуді тоқтатасың.
Сен өзіңнен мотивация сезініп тұрсың ба деп сұрауды тоқтатасың. Сен жай ғана орындайсың. Міне тәртіптің нағыз күші осы. Тәртіп жаза емес, тәртіп өзін-өзі құрметтеу. Әрбір жаттығу санаңа сенің байыпты екеніңді айтады. Әрбір фокуспен өткен сағат миыңа сенің дамып жатқаныңды айтады. Әрбір алаңдататын нәрсеге қарсы тұрған сәт күшіңді арттырады. Адамдар өзін-өзі бақылаудан қаншалықты сенімділік келетінін бағаламайды. Өзіңе берген уәделерді орындаған кезде бүкіл болмысың өзгереді. Сен басқаша жүресің, сен басқаша сөйлейсің, сен басқаша ойлайсың. Өйткені ішіңде сен өзіңнің қауіпті жанға айналып жатқаныңды білесің.